Саламатсыздар ма? Менің есімім Қуанышбай Азамат. Екінші сірес жұмысы. Менің таңдаған шығармам Қабдеш Жұмаділовтің «Академиктің көз-жасы» атты шығармасы. Жалпы бұл шығармасында 20 ғасырдағы қазақ халқының басты негізгі проблемаларын көрсеткен болатын. Енді бұл шығарманың авторына тоқтала кетсем, Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген болатын. Найман тайпасы Төрттуыл руынан шыққан. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуежек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Алайда университеттің екінші курсынан кейін ол ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдар аралығында Қытайға қуғын-сүргінге ұшырады. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайта оралып, аяқталмай қалған оқуын қайта жалғап, 1965 жылы бітіріп шыққан болатын. Қазақ әдебиеті газетінде, кейін жазушы баспасында, мемлекеттік жобалар комитетінде жауапты қызмет атқарды. Және 1981 жылдан бірыңғай шығармашылықта жұмыс істеген болатын. Келесі сұраққа келетін болсақ, көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Академиктің көз-жасы шығармасы хронологиясы жалпы 1930 жылдардан Қаныш Сәтпаевтың өмірден өткен кезіне дейінгі уақытты қамтыған болатын. Тарихи кезең, жалпы бұл шығармадағы тарихи кезеңге тоқтала кететін болсақ, автор 20 ғасырдағы кеңес өкіметінің қатты қысымын көрген қазақ халқына тоқталған болатын. Яғни осы қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ зиялылары және қарапайым халықтың көрген қиыншылықтары туралы сөз қозғалған болатын. Автор осы қуғын-сүргін және қазақтардың кеңес өкіметінің қазақ малын тәркілеуі сияқты оқиғаларды осы шығармасында келтіріп кеткен болатын. Яғни мысалы кеңестер қазақ халқының жылқыларын тәркілеп алған болатын. Сонда біреу сұрайды дейді, бұл жылқыларды қайыққа жібереміз? Ресейліктер жылқының етін жемейді ғой деп сұраған. Біреу сұрағанды. Сол кезде сол кездегі жауап, жылқыларды бір жаққа жинап, үстіне жанғыш құйып өлтірген соң жағып жіберіңдер деген. Яғни шығармада осындай қазаққа қиын болған оқиғалар көрсетілген болатын. Шығарманың негізгі идеясына тоқтала кететін болсақ, жалпы қазір айтқандай, шығарманың негізгі идеясы осы қазақ халқының көрген қиыншылықтары десем қателеспеспін. Шығармада
Қаныш Сәтпаевтың өмірі мен осы қазақ халқының жалпы көрген қиын-қыстау кезеңін автор біріктіріп суреттеген болатын. Жалпы Қаныш Сәтпаевтың өмірі мен қазақ халқының өмірін байланыстыра отырып суреттеген. Жалпы шығарманың негізгі идеясы осы. Қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Жалпы автор қазақ халқының өз қазағына жау болу мәселесін көтереді деп ойлаймын осы шығармада. Осы проблема айқын көрінеді. Себебі қазақтар ұлтшыл және жапон шпионы деген атақтарды орыстар келіп іздемеген, оны қазақтар бір-бірін стап беріп отырған болатын. Қазақтың қазаққа жау екені осындай қиын-қыстау заманда көрінген. Және осы үлкен проблеманы автор өз шығармасында анық көрсеткен болатын. Шығарманың бас кейіпкері айтып өткендей Қаныш Имантайұлы Сәтпаев. Қаныш Сәтпаев туралы айта кететін болсақ, Қаныш Сәтпаев Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті және Қаныш Сәтпаев геолог ғалым болған. Қаныш Сәтпаев осы Жезқазған кен орнын ашып, оның Қазақстан жеріне деген пайдасын және стратегиялық орын екенін көрсетіп дәлелдеп берген болатын. Және шетел геологтары осы Жезқазған жерінде 30.000 тонна мыс ғана жатыр деп болжаған болатын. Ал Қаныш Сәтпаев бұны жоққа шығарып, Жезқазған кен орнында 2 миллионнан астам тонна мыс жатқанын дәлелдеп ашып айтып берген болатын. Және Қаныш Сәтпаев бар жоғы 25 жасында. Өте жас кезінде осы алгебра оқулығын жазған болатын. Және осы математика ғылымының дамуына өз үлесін осылай қосқан болатын. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Салт дәстүрге тоқтала кетсек, мен осы жерде бір үзінді оқи кетсем, осы салт дәстүрге байланысты. Қаныштың жарық дүниеге келмей қалуы да мүмкін екен. Әкесі Имантай би 45 жасқа келгенше бала сүйе алмай, бір перзентке зар болыпты. Бәйбішесі Нұрым ханым кезінде әкесі Сәтпай қажы таңдап құда болған бір байдың әлпештеген қызы, ақылына көркі сай келіскен әйел еді. Бірақ қатыгез тағдырға не дауа, 40-қа келгенше пұшпағы қанамай бала күйеумен бірге тартады. Қазақта баланы бала шақырады дейтін ырым бар. Бұлар сол ырым бойынша Имантайдың інісі Жәменнің Әбсәләм деген ұлын туа сала бауырларына салып алады. Бірақ сол Әбсәләм 5 жасқа келгенше соңынан ешкімде ыңғайлап ере қоймапты. Осылайша бала табудан үміті үзілер шақта Нұрым бәйбішеге бір тосын ой келеді ғой. Биеке, сіз әлі қартайып тұрған жоқсыз, менің көңіліме қарап, бір шыр еткенге зар болып қашанға жүресіз, депті күйеуіне. Ел қатарлы сіз де тоқал алыңыз. Бір жарылқаса, екеумізді сол тоқал жарылқайды. Оны қайдан білдің?
Өзің түс көргеннен салсың ба, дейді Имантай жас иіс құшудан тым кетәрі болмай. Түс көрдім, дейді Нұрым айтқан сөзінен қайтпай. Түсімде сіз бір жақтан келіп шешініп жатыр екенсіз, кенет қойныңыздан бір түлкінің, екі қасқырдың күші көріп шыға келді. Алла сәтін қаласа, сіз ендігі әйелден екі ұл, бір қыз табасыз, депті. Ерлі-зайыптылар оңашада осылай істеуге келіседі. Көп ұзамай бұл хабар ата-енесінің құлағына тиіп, үлкендерден қолдау табады. Енді тек лайықты қалыңдық іздеу керек. Сөйтсе, іздеудің қажеті шамалы. Нұрымдай есті бәйбіше өзінің болашақ күндесін тауып та қойыпты. Ол күйеуінен жастай жесір қалған Шорман ауылының бір келіні Алима сұлу. Ол да қажының қызы, тәрбиелі, ақылды, он саусағынан өнер тамған ісмер әйел. Содан не керек? Бір күні Сәтбай қажының өзі бас болып, Нұрым бәйбіше қосшы болып, бір топ адам Шорман ауылына құда түсе барады ғой. Әрине, Шорман әулеті де қолдарындағы жас, сұлу келінді басқаға жібергісі келмейді. Тіпті сол төңіректе сырттай емденіп жүрген әмеңгері де болса керек. Бірақ Сәтбай қажының абыройы мен Имантай бидің беделіне олар да қарсы тұра алмаған екен. Содан ақыры Алима сұлуды ақ отауы, жасау жиһазымен Сәтбай ауылына ұзатыпты. Бұл шамасы 1890 жылдардың төңірегі. Сол жылы Имантай 45-те, Алима 27 жаста екен. Ақыры Құдай оңдап, әруақ қолдап, Нұрым бәйбішенің көрген түсі дәл келіп, 1892 жылы Алима ай мен күндей қыз табады. Олар тұңғыштарының атын Хазіретке азан шақырып, Ғазиза қояды. Арада 2 жыл өткенде, 94 жылы Ғазиза атты ұл дүниеге келеді. Содан соң 5 жыл үзілістен кейін, яғни 1899 жылы Қаныш туыпты. Яғни Қаныштың азан шақырып қойған есімі Ғабдулғани. Көрдіңіз бе? Біздің қазақ отбасының кем-кетігін екінші әйел алу арқылы толтырып отырған ғой. Ал кеңес өкіметі әйел алуға тіс тырнағымен қарсы. Бұл енді орыс ыңғайына бағынып, қазақ дәстүрімен санаспағандық. Егер Қаныштың әкесі Имантай екінші рет үйленбесе, Нұрымдай ананың басына осындай озық идея келмесе, қазір Сәтбаев болып жүрген Қаныш бастатқан 3 бала дүниеге келмес еді ғой. Қазақи дәстүрдің артықшылығы сонда. Яғни, өзіміз көріп отқандай, шығармада қазақи дәстүрдің мысалы да келтіріліп кеткен болатын. Атап айтқандай, Қаныш Сәтбаевтың азан шақырып қойған есімі Ғабдулғани болған. Бірақ анасы оны еркелетіп Ғанышым деп, кейін ол мектепке журналға жазылған кезде сол Қаныш болып жазылып кеткен дейді. Осылай екінші әйел алу арқылы біз өзіміздің көрнекті ғалымымыз Қаныш Сәтбаевты еске алып отырмыз. Кітап оқу кезінде қандай көңілде, сезімде болдыңыз? Өте қызық сұрақ деп ойлаймын. Шығарманы оқу кезінде әртүрлі сезімде болдым. Бұл шығарма өте мақала түрінде жазылған шығарма болған соң өте тез оқылады. Алайда оқуға қиын деп айтушы едім. Өйткені
ашаршылық кезіндегі оқиғаларды оқу оңай деп айтуға келмес. Осы ашаршылық кезінде Қаныш өз ауылына барып 20-дай баланы өз көмегін көрсеткенін оқыған кезде бір қуаныш сезімі болды, және мақтаныш сезімі болды. Осындай сол кезде осындай Қаныш атамыздай адам болғанына. Сол 20 баланың ішінде Кемел Ақышев та бар екен. Кемел Ақышев өзіміз білетіндей алтын адамды тапқан адам. Яғни кейін археология ғылымында өз ролын тапқан адам десек болады. Сонымен тағы айта кететін ол әрине өзіміздің қазақтың өзімізге жау болуы. Осы кезде де көңіл сәл босайды. Себебі бір халық болған соң бір-бірімізге демеу болып жүру керек қой, не дегенмен. Бірақ сол 20-шы ғасыр сондай қиын заман болды. Әркім өз басының қамын ғана ойлап, сондай құлшыл сана орнаған соң осындай жағдайлар орын алды деп ойлаймын. Шығарманың тағы бір өте мұңлы жері осы шығарманың атында деп ойлаймын. Шығарманың не үшін академиктің көз жасы деп аталуында. Ол жерге сәл кейінірек тоқталсам, қазір екінші үзіндіні оқып берсем. 1951 жылы 23 қарашада Қазақ ғылым академиясының президенті коммунист Қаныш Сәтпаевтың ісі орталық комитет бюросында қаралды. Мәжіліс өте қатал әрі дөрекі түрде өтті. Академик Сәтпаевтың өзіне тағылған айыптың бірде-біреуін мойындамауы жоғарғы шенді партия шенеуніктерінің намысына қатты тисе керек. Сол жерде ұлы ғалымды ұлттың біртуар перзентін түкке тұрмайтын партократтар арадай талады ғой. Сыпайылықты былай жинақ қойып, орыстың адам аузы бармайтын не бір былапыт лас сөздеріне ерік берген. Бұл да ештеңе емес. Орыс шовинистерінен бұдан өзге не күтесің? Жанға батқаны сол бюро қатысып отырған қазақтардың ешқайсысы, ау жолдастар, баркынан бір кісіге ие бермеңдер, Сәтпаев елге сіңірген еңбектері де бар емес пе? Деуге жарамады ғой. Соған орай қабылданған қаулы да тым рақымсыз қатал болды. Орталық комитет бюросы жолдас Сәтпаевты бұдан ары академия президенті және геология институтының директоры қызметінде қалдыруды лайықсыз деп біледі. Оны бұл міндеттен босатуды ғылым академиясының жалпы жиналысында шешуді ұсынады. Бас аяғы шоп-шолақ екі-ақ сөйлем. Ұлы ғалымның 30 жылдық еңбегіне қарата айтылған бір ауыз жылы сөз не рахмет жоқ. Мейлі білгендерін істесін. Әйтеуір Қаныш Имантайұлы неше айдан бері тыным бермей мазасын алған мән мағынасыз шуылдақтың біткеніне қуанды. Не істейсің? Кейде осылай да болады. Біреуге қараған күн осы да қашанда. Қазақ ұлты әлі азат еместі. Өз басының билігі жоқ, сорлық құлдар кімді қорғап қалсын ау? Әзірше қазақ деген халықтың құдай сүйер қылығы жоқ. Бірақ сол бейшара халықты сүймей тағы тұра алмайсың.
осы сөздерді оқып көзден жас шығады. Керемет жазылған. Автор осы Қаныш Сәтпаевтың ішіндегі бүкіл эмоциясын оқырманға керемет шебер жеткізген деп ойлаймын. Оны осы жолдан ақ білуге болады. Осы соңғы жолдарда өте мұңлы және өте Қаныш Сәтпаевтың барарға жер таба алмай жүрген халін осы жолдардан көруге болады. Қазақ деген халықтың құдай сүйер қылығы жоқ, бірақ сол бейшара халықты сүймей тағы да тұра алмайсың деген жолдардан Қаныштың қандай патриот, осы халық үшін, ел үшін бүкіл барша өзін салғанын осы жолдардан біле аламыз. Айтқандай, осы жиналыста мүлдем жиналыста отқан қазақтар Қанышты бір қолдап болмаған. Осы геолог ғалымның жанына қатты тиген болатын. Үшінші үзіндіде осы шығарма не үшін академиктің көз жасы деп аталатынын айта кетем. Бұл да бір өте мұңлы үзінді болмақ. Бұл үзінді айтпақшы, бұл үзінді Қаныш Сәтпаевтың сол ұлтшыл деп қазақтарға ұлтшыл деп тағылып жатқан кезеңінде болған. Сол кезде кеңесшілер осы Қаныш Сәтпаевты ұлтшыл деп айыптағысы келген болатын. Қаныш Сәтпаевқа сен ұлтшылдармен жұмыс жасадың ғой, сен өзің ұлтшыл емес деп айтқың келеді, өзіңді ұлтшыл емессің деп айтқың келеді ме сонда деп Қанышқа мыңдаған айып тағылған болатын. Сол жаңағы оққан үзіндіде Қаныш Сәтпаев Қазақ КСР ғылым академиясының директоры орнынан босатылған болатын. Сол осы қазір оқиын деп жатқан үзіндім Қаныштың сол өз директор атынан босатылғаннан кейінгі болған оқиға. Сол бір соңғы күн туралы академияның іс басқарушысы Григорий Васильевич Нечитайло мынандай естелік қалдырыпты. Қаныш Имантайұлы менің кабинетіме кіріп келгенде зәрем ұшты. Өңі боп-боз, ұнжырғасы түсіп кеткен. Маған сәлемдесу ырымын жасады да бүйірге тұрған орындықтардың біріне отыра кетті. Мен енді президент емеспін. Осыдан 1 сағат бұрын мені міндеттен босатты, деді мен бетіме самарқау көз тастап. Григорий Васильевич, сіз әрі жас, әрі ақылды адамсыз ғой, мынандай жағдайда мен не істеуім керек? Мен басында не айтарымды білмей сасып қалдым. Сол сәт менің есіме Қауіпсіздік комитетінің академияны қадағалайтын майоры маған кеште құпиялап, Сәтпаев ертең орнынан түседі және көп ұзамай тұтқындалады деген сөзі түсе қалған. Соны еске алдым да
Дәл қазір сізге Мәскеуге бара тұрғаныңыз жөн шығар, дедім, себебін толық айтпай. Депутаттық куәлігіңізді беріңіз. Мен ертеңге Таисия Алексеевна екеуіңізге пойызға билет алып қояйын, дедім. Бұдан әрі сыр шашпауға бекініп. Мен түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Ертеңіне вокзалға барып, Сәтпаевтардың аман тұрғанын көргенде ғана жүрегім орнына түсті. Мен дереу жетіп бардым да, сөйлесіп те жатпай, теңкиген 2 үлкен шамаданды ішке кіргіздім. Бұл кісілерді менен басқа шығарып салған бір жан жоқ. Таныс білістері де көрінбейді. Купеге орналасқан соң, қоштасарда Қаныш Имантайұлы мені 2 иығымнан бірдей қапсыра ұстап, үнсіз тұрып қалды. Не айтқысы келді екен? 2 көзінен жас парлап тұр. Тіпті соны жасырғысы да келмейтін сияқты. Ал мен біраз жыл демдес болған бастығымды Мәскеуге аман аттандырғаныма қуандым. Академиктің көз жасы. Бұл әлемде сирек кездесетін құбылыс. Сөйтіп, геология, минералогия ғылымының докторы, профессор, Қазақ СССР ғылым академиясының толық мүшесі, әрі президенті, КСРО ғылым академиясының толық мүшесі, Қазақ СССР ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, КСРО мемлекеттік және Лениндік сыйлықтардың лауреаты, Қазақ СССР жоғары советінің және КСРО жоғары советінің депутаты, 2 мәрте Ленин орденінің иегері Қаныш Имантайұлы Сәтпаев 1951 жылы 24 қарашада өзінің туған астанасы Алматыдан Мәскеуге жылап аттанды. Жоғарыда аталған ғылыми атақтары мен алған сыйлықтары, депутаттық лауазымдары бір басын қорғап қалуға жараған жоқ. Өзгеге күнін қараған, құқықсыз құлдықта өткен, опасыз жалған деген міне осы. Осы жылдары Қаныш Сәтпаевқа өте қиын жылдар болған. Себебі Қаныш Сәтпаевты өз халқы да қорғап қалуға татымады деп айтуға болады. Жалпы келесі тағы бір сұрақ бар екен. Бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Бұл кітапты мен жақындарыма міндетті түрде оқуға ұсынар едім. Себебі бұл кітап жалпы сол КСРО кезіндегі 20 ғасырдағы қазақ халқының жалпы жағдайын өте керемет сипаттап оқырманға жеткізеді деп білемін. Бұл шығарма өте көңілге тиетін шығарма. Және Қаныш Сәтпаев туралы көбірек Қаныш Сәтпаев туралы білгісі келетіндерге осы шығарманы міндетті түрде ұсынар едім. Қаныш Сәтпаев бұл шығарманы оқи отырып, Қаныш Сәтпаевты жаңа тұстарынан ашуға болады деп ойлаймын. Шығармадан Қаныш Сәтпаевтың сол кездегі қазақ халқына деген істеген еңбегі, жалпы КСРО-дағы Қаныш Сәтпаевтың үлкен орны осы шығармада өте керемет көрсетілген. Бұл шығарманы кез келген қазақ баласына оқуға ұсынамын.